Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі видеода біздер дұрыс емес төленіп кеткен налогты өзіміздің УГД-ға аударып алуды үйрететін боламын. Алдымен видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Осылай салық KZ сайтына кіреміз, өзіміздің ключімізді таңдап, паролімізді теріп кіреміз. Кіргеннен кейін налоговое заявление деген батырманы басамыз. Басқаннан кейін зачеты и возвраты деген бөлім бар. Соның ішінен зачет деп бірінші басталып тұрғанын, то есть бірінші тұрғанын таңдаймыз. Бізде форма ашыларда осындай объявление тұрады. Окей деп басып кіре береміз. Ең бірінші бас жағында біздің өзіміздің данныйларымыз шығып тұр. Төменгі жағында 4-ші пунктте біз А бөлімін таңдауымыз керек. Одан кейін 5-ші бөлімде біз тоже А бөлімін таңдаймыз. В-ны баспаймыз, возврат дегенде, себебі біз возврат жасайын деп жатқан жоқ. Біз возврат жасау үшін біз астындағы реквизиттер толтыруымыз керек болады. Енді 6-ші пунктте тоже А пунктін таңдаймыз. Бұл бізде бірінші бет аяқталды. Енді екінші бетте біз код органның, то есть жаңа государственный доход қай жерде тұрсыз, қай ауылда тұрсыз деген сияқты соның кодын тереміз. Теріп болғаннан кейін астындағы тағы бірінші страница деп тұр, соны басамыз. Сол жерде бірінші тұрғанның 3 нүктесін басып, қандай налогты қайтарып алайын деп тұрсыз. Бізде 101-202 ИПН-ді қайтарып жатырмыз. Себебі басқа Маңғыстау облысының басқа бір ауылына төлеп жіберген, біз соны өзіміздің Бейнеу районына аударуымыз керек. Жаңағы жерде налог таңдадық және қанша сумма екен жаздық, ал бұл екінші страницасында 3 точканы басып, қай районнан, то есть жаңағымызда Маңғыстаудың бір ауылына түсіп кетіреді қой, сол ауылынан алып кетуіміз керек, сол ауылды белгілеуіміз керек. Түсіп кеткен ауылды, ақшамыз қай жерге түсіп кетті, сол ауылдың жаңағы код органы дейді ғой, соны жазуымыз керек. Бізде ол 430205 Боранқұл ауылына түсіп кеткен, сол Боранқұл ауылын белгілейміз. Белгілегеннен кейін төменге қарай түсіп, төменгі жағындағы страница 1 дегенді басамыз. Страница 1-ді басқаннан кейін мына жерде тоже қай код то есть қай налог түрін не аударасыз, соны жазамыз. Яғни 101-202 ИПН-ға төленетін ақша 36810 теңге деп жаздық. Енді екінші страницасына барамыз. Бұл жерде мына жағына қарай, жанына қарай жылжытсаңыздар, мына жерде бірінші тұрған 3 точканы басасыздар. Бұл жерде енді уже қай өзіңіздің, яғни өзіңіздің код органын жазасыз. Өзіңіздің қай жерде тіркеліп тұр ИПіңіз, соны жазамыз. Міне 430201 Бейнеу ауданын жаздық. Болды, басқа ештеңе толтырмайсыздар. Енді біздің жасайтынымыз ол проверить заполнение деген бар жоғары жағында. Соны басып тексеріп аламыз. Ошибок нет деді. Окей дейміз. Және отправить в ОГД дегенді басамыз. Мұқият дұрыстап тексеріп аласыздар бірінші. Үстіңгі жағына окей дейміз. Міне бізге ескертіп жатыр. Осындай аударылайын деп жатыр деп. Эрсан таңдап подпись қоямыз. Яғни бұл жерде жоғары жағында өзі автомат толтырылады. Екіншісінде қай код органынан қайтарып алайын деп жатырсыз, және үшінші жерінде уже қай жерге қайтарып алайын деп жатырсыз, соны теретін боласыздар. Шатастырып алмаймыз міндетті түрде. Мінекей, енді мен бұл жерде жіберген жоқпын, себебі мен бұның уже жауабын алып қойғанмын. Мен запрос тастағанмын. Дұрыс жібергенімді түсінгеннен кейін сіздермен бөліскелі жатырмын. Мінекей, налоговое заявлениені басқаннан кейін найти дегенді басып қарасаңыздар, мына жерде обработано, зачет успешно обработан деп тұр. Пайдаңызға жарасын.